Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын әрі жұп-жұмсақ құймақтарды дайындайтын боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз. Оған 3 ас қасық қант қосып жақсылап араластырып аласыздар. Қант әбден ерігенше араластырамыз. Одан кейін шым-шым тұз қосамыз және орта кесе сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Осы массамызға енді ұн салып, осылай қасықпен сала отырып, біркелкі болғанша араластырамыз. Ұн комок болып қалмауы керек. Осындай қою масса шығу керек. Енді осы қою массамызға 1 кесе жылы сүтті құясыздар. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай болып шығады. Енді табамызды қызып тұрған отқа қойып, кішкене май құйып майлап аламыз. Осы қызып тұрған табамызға құймағымызды құйып, екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп аласыздар. Оттың асты қатты қызып кетпесін, бір қалыпты болғаны жөн. Сол кезде құймақтарыңыз күймей жақсы піседі. Осылай екі жағын аударып пісіріп аламыз. Мінекей біздің құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Салмасына қаймақ немесе варенье, мед қолдануға болады. Әркім өз қалауынша. Дәмі өте керемет қыздар. Жасап көріңіздер. Рецепт өте оңай. Менің каналыма тіркелеміз. Ас болсын.